Физика 7 сынып Кромгот кітабынан 114 беттегі жаттығудың 4 есебін шығаратын боламыз. Бізде бірінші есеп: ыдысқа су құйылды, су қабатының биіктігі 10 см болса, судың ыдыс түбіне түсіретін қысымы неге тең? Жалпы біз қысымды табу үшін ρ/h. Жалпы ρ біздің жағдайда су болғандықтан ол 1000-ға тең. Оны g деген еркін сөйлеу 10-ға тең. H дегеніміз сұйықтың биіктігі, ол 0,1. Ол деген сөз 1000 паскаль немесе 1 килопаскаль болады. Келесі есеп: көлемі 20 метр куб, биіктігі 3/6 метр бактың 4/3 бөлігі суға арналған. Сумен толтырылды. Бактың түбінде орналасқан ауданы 18 см квадрат тығынға судың түсіретін қысым күшін анықтаңдар дейді. Жалпы біз ең бірінші бізде мынандай бір цилиндр тәріздес бактың биіктігі және оның көлем белгі. Мен сол арқылы мына табанның ауданын анықтай аламын. Оны табу үшін S тең V бөлінген H болады. V дегеніміз бактың жалпы көлемін 20-ны 3/6-ға бөлемін. Ол менде 5/5 метр квадрат шығады. Ал енді бізге керек нәрсе ол осы бактағы жалпы судың көлемін табамын. Ол үшін жалпы бізге айтты 4/3 бөлігі сумен толтырылған деді. Яғни 4/3-ті көбейтем бактың жалпы көлеміне. 4/3 бактың жалпы көлемі бізде 20-ға тең. 20 мен 4 қысқарады 5 болады. 5-ті 3-ке көбейтетін болсақ, ол менде 15 метр квадрат болады. Ал енді бізге керек нәрсе ол осы судың биіктігі H. Оны табу үшін V суды S табан ауданы бөлмем. V суды таптым, ол 15-ке тең. Ал S деген табанның ауданы 5/5-ке тең болады. 15-ті бөлем 5/5-ке. Ол бізде 2,7 метр болады. Бұл судың биіктігі. Ал енді осы биіктік арқылы мен судың ыдыс түбіне түсіретін қысымды таба аламын. Ол ρ/h. Рho деген судың тығыздығы 1000-ға тең. Оны көбейтемін g 10-ға. И h деген ол бізде судың биіктігі, ол 2/7. Осы жерден бізде шығатын нәрсе 27000 паскаль. Ал енді осы жерден менің қысым күшін табуыма болады. Қысым күші бізде F тең P көбейтілген S. Яғни P-ны табу бізде тапты. Ол 27000. 27000-ді көбейтем. 18 көбейту 10-4 дәрежесі. Жауап 48/6 ньютон болады. Келесі есеп: 5 метр тереңдікте жүзіп жүрген балыққа әсер ететін қысымды табыңдар дейді. P тең болады ρ/h. Рho біздің жағдайда су, ол 1000-ға тең. G 10-ға тең. H деп отқандарың 5-ке тең. Сонда бұл деген сөз 50000 паскаль немесе 50 килопаскаль болады. Келесі куб пішінді ыдыс, ернеуден массалары бірдей, сумен және керосинмен толтырылды. Сұйықтардың ыдыс түбіне түсіретін қысымы қандай? Куб қырының ұзындығы 36 см болады дейді. Ал енді мына нәрсені айтамыз. Біз ең бірінші, егер сумен және керосинмен толтырса, олардың массалары бірдей. Яғни М1 сумен М2 массасы бірдей. Бізде судың массасын табу үшін судың тығыздығын оның көлеміне көбейтемін. Ал керосиннің массасын табу үшін керосиннің тығыздығын оның кубтағы көлеміне көбейтемін. Бізде судың тығыздығы 1000-ға тең. V1 тең болады. Керосиннің тығыздығы 800, ол V2. Енді қараңыздар, мен V1-ді табатын болсам, онда ол 800 V2 бөлу 1000-ға тең болады. 800-ді 1000-ға бөлсем 0,8 V2. Бұл деген сөз V1 тең 0,8 V2-ге. Міне таптық. Ал енді бізде жалпы көлем, кубтың көлемі бізде А куб қой. Барлық қабырғасы бірдей, сол себепті А куб деп ала салады. Жалпы 36 см деген ол 0,36 метр, осының кубы. 0,36-ның кубы 0,046-да 65/6. Бұл бізде кубтың жалпы көлемі. Ал енді, значит, біз кубтың жалпы көлемі деген сөз, жалпы бізде кубтың көлемі ол V1 судың көлемімен V2 керосиннің көлемінің қосындысына тең. Осы жалпы көлемге тең болады. 0,046-да 65/6.
Ал енді мен v1 дегеннің орнына 0,8 v2-ні қоям. 0,8 v2 қосу v2 тең 0,0 46-да 65-те 6. Сонда 1,8 v2 тең болады 0,0 46-да 656. Маған керек нәрсе v2. v2-ні табу үшін осыны бөлемін 1,8-ге. Ол бізде v2 0,0 25-те 92 болады. Бұл бізде керосиннің көлемі. Ал енді біз судың көлемін табу үшін v1 тең болады. Дәл осы керосиннің көлемін 0,8-ге көбейтемін. 0,020-да 736 болады. Судың көлемін және де керосиннің көлемін тауып алдық. Енді біз ары қарай v2 бізде керосиннің биіктігін табайық. Ол h2 болады. Оны табу үшін v бөлу s болады. v деп отқандарың ол яғни v2 бөлінген s болады. Бізде v2 деп отқандарың керосиннің көлемі 0,100-ден 25-те 92. Осыны бөлемін s a квадратқа. Яғни неге а квадрат? Себебі табанның ауданы кубтікі а квадрат болады. Ол бізде 0,12-де 96 болады. 0,12-де 96. Бұл деген сөз 0,2. Бұл бізде керосиннің биіктігі. Ал енді бізге судың биіктігін табу үшін v1 судың көлемін s табанның ауданына бөлем. Яғни 0,0207-де 36-ны бөлемін s табанның ауданы 0,12-де 96. 0,16. Бұл бізде судың биіктігі. Ал енді қысымдарын табатын болса, ол P1 бізде судың түсіретін қысымы, ол ρ1 судың тығыздығын h1 судың биіктігіне көбейтемін. ρ1 1000-ға тең, 1000-ды көбейтемін 10-ға, 10-ны көбейтемін 0,16 судың биіктігіне. Ол бізде 1600 паскаль болады. Ал келесі бізде P2, ол ρ2 h2. ρ2 деп отқандарың ол бізде керосиннің тығыздығы 800-ді көбейтемін 10-ға, көбейтемін 0,2-ге. Бұл деген сөз 1600 паскаль болады. Екеуінің ыдыс түбіне түсіретін қысымы бірдей екен. Жалпы ыдыс түбіне түсіретін қысымды табатын болсақ, ол P1 қосу P2 болады. P1 қосу P2 деген, яғни 1600 қосылған 1600, ол 3200 паскаль болады. Жауап 3200 паскаль. Осымен есеп аяқталды.